Ассалаумағалейкум жерлестер, қызылордалықтар және біздің арнамыздың көрермендері. Бүгінгі таңда біз бірнеше жетістіктерге жеттік. Сіздер куәсіздер. Оның бірін атап өтсек, ол түнгі уақытта 40-пен жүруді тоқтату, яғни 60-пен жүру. Және Қызылордадан әуежайға дейінгі және Қызылордадан Бейкөлдің ар жағындағы қаладан шыға беріске дейінгі жолдардағы жылдамдық шектеуін 80 км/сағатқа көтеру туралы негізі бір шама шешіліп қалды. Оған қоса Экоинпатрол зияткерлік құрылғылары маяк жарық шамдарын қосып жүретін болды. Осының барлығы сізбен біздің және жетістігіміз, және осы біздің құзыретті органдарымыз, облыстық полиция департаменті сол органдарға, ондағы осы біздің мәселелерді шешіп берген атсалысқан қызметкерлерге алғысымызды білдіру керек, оны ашып айту керек. Неге? Себебі біздің арнамызға көптеген хабарламалар, пікірлер келді. Атырау қаласына, Тараз қаласына, Қарағанды, Шымкент қалаларына осындай түнгі уақытта 40 емес 60-пен жүрсе екен, бізге де осындай жасап берсе екен деген пікірлер келіп, мен соларға бір жақсылығым болсын деп, сол облыстарының полиция департаменттеріне хат жазған болатынмын. Бірақ солардың ішінен қазіргі таңда келіп түскені Атырау облысының полиция департаментінен хат келді. Жалпы жылы жауап осылай қоя салды, стандарттарға сәйкес, мынандай заңдарға сәйкес болмайды, түген, өген деп. Мен енді оны ары қарай бір өзімнің көріп отқан бір шешу жолдары бар, бірақ бұл жерде бір кішкене нені айта кету керек, қырсығып та отырып қалуы мүмкін. Себебі ол не Қызылордадан біздің Атырауға, біздің қаламызға қыстырылысып жатыр, өзінің қаласында шеше берсін, бізде несі бар деген сияқты бір адами фактор болуы мүмкін ол жерде. Сондықтан айтайын дегенім, біздің қаламыз шешіп жатыр. Осыны атап, осыған қаламыздың атынан, тұрғындардың атынан ризашылығымды білдіргім келеді. Және Атырау қаласына және басқа да біздің еліміздің қалаларына айтарым, сіздерге де кеңесім, сіздер де өздеріңіздің қалаларыңызда осындай белсенділік танытып, өздеріңіз құзыретті органдармен хат алмасып, осындай жетістіктерге жетуге кеңес етемін. Сіздерге сәттілік тілеймін. Енді бізде бір шешілмей қалған бір-екі қазір сұрағымыз бар, талқылану үстінде. Ол Түркістан қаласында және облысында үлкен трассамен өткен кезде 60 деген жерлерге 80 қойып беру туралы ұсыныс хат жолдаған болатын. Сол хатым бірнеше органдарда тұр, қазіргі таңда орындалу үстінде. Шынымен негізі сенемін, сол бір оңтайлы шешім табады деген сенімдемін. Екінші бізде орындалуда тұрған, ол орындалуда тұрған емес, орындалып маған жауабы келді, бірақ мен оны қатты әрі қарай қызу талқылап жатқан жоқпын. Ол үлкен біздің Қызылордадан Алматыға дейінгі жолда 140-пен жүру туралы ұсынысым 110-ның орнына. Көптеген маған пікірлер келді, қолдаймыз деген, бірақ арасында біршама пікірлер бар. 110-мен жүрейік, адамның жаңағыдай шығыны болмасын, қаншама халық бізге құнды, маңызды деген сияқты сондай пікірлер келді. Сондықтан мен іштей кішкене қынжылып қалдым да, осы сұрақты ары қарай өрбіткен жоқпын. Егер сіздер осы 140 деген км/сағатты қолдайтын болсаңыздар, бұл нәрсені аяғына дейін жеткізіңізші дейтін болсаңыздар, міндетті түрде осы видеомыздың астына пікір қалдырыңыздар. Және YouTube және TikTok арналарымызға міндетті түрде жазылыңыздар. Рахмет, Қызылордадан Фархат, жолдарыңыз жарық болсын.